Қазақ халқы ежелден ұрпақ тәрбиесіне үлкен мән берген. Тәрбие тал бесіктен деп, баланың болашағын бесіктегі кезінен ойлаған. Ұлттық тәрбие ата-анаға құрмет, үлкенге іззет, кішіге қамқорлық, қоғамға пайдалы азамат болуға үндейді. Қазақстан зайырлы мемлекет. Бұл әр азаматтың діни сенім бостандығы бар деген сөз. Бірақ бұл бостандық орта білім беру саласында, мектепте заңмен шектелетінін де ұмытпағанымыз жөн. Мектеп білім мен тәрбие ордасы. Мұнда әр оқушы бекітілген мектеп формасын киіп, мектептің ішкі тәртібі мен ережесін қатаң сақтауы тиіс. Себебі бұл бала тәрбиесі мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған талаптар. Мектеп формасы теңдік пен тәртіптің көрінісі. Өкінішке қарай, соңғы жылдары мектептерде діни атрибуттар мен шариғатқа сай киінемін деген оқушылар кездесіп жүр. Алайда бұл әрекеттер ел заңдарына қайшы келеді. Мектеп дін насихат жүргізетін орын емес. Бұл заңмен қатаң реттелген жүйе. Егер бала мектеп ережелеріне бағынбай, арнайы форманы кимесе, ата-анасы жауапкершілікке тартылады. Бұл заң талабы. Зайырлы қоғамда әр адам өз сеніміне құрметпен қарай алады. Бірақ ол сенім қоғамдық тәртіпке, басқа адамдардың құқығына нұқсан келтірмеуі тиіс. Сол себепті мектептерде діни ерекшеліктері бар киімдерге тыйым салынады. Бұл ешкімнің сенімін шектеу емес, керісінше оқушылар арасындағы алауыздық пен жікшілдіктің алдын алу. Қазақ тәрбие сыйластық пен сабырдың, бірлік пен ынтымақтың үлгісі. Сол тәрбиені жастар бойына сіңіріп, қоғамда жауапты, тәртіпті азамат ретінде қалыптасу қажет. Ал тәртіптің бастауы мектеп ережесін құрметтеуден басталады. Сондықтан әр оқушы мектептің ішкі тәртібіне бағынуға, заң мен ереже талаптарын орындауға міндетті. Білім мен тәрбие қатар жүрсе ғана болашағымыз жарқын, ұрпағымыз саналы болады. Қазақ тәрбие ұлтты сақтайтын рухани байлық.